Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді булочканың видео рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Мінекей өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздер де мен видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Бізге қажетті заттар осы құмшекер, су, май барлығын қосамыз. Мінекей жылы сүтімізді және жылы суымызды құйып алып, дрожь салып, мінекей құмшекерімізді салып, тұзымызды салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге қойып қою қажет. Мінекей араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямын. 10-15 минут өткен соң дрожжымыз осылай көтеріледі. Соның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаның сарысын біреуін алып қалдым, өйткені бетіне жаққанға қажет. Мінекей майымызды құйдық, растительный май, иісі жоқ, әдемі болып шығады. Мінекей барлығын жақсылап араластырып болған соң, електен өткен дайын ұнымызды қосып, қамыр жасайтын боламыз. Обязательно електен өткен болу қажет. Сонда булочкаларыңыз әдемі болып шығады. Мінекей сосын майымызды құйып, жақсылап бір қайтарып жібереміз. Мінекей қамырымыз дайын, және тағы бір 20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей 20 минуттан кейін қамырымыз осындай дөп-дөңгелек болып ашиды. Сосын оны ұнға аунатып, бөлшектерге бөлетін боламыз. Дәл менің видеомдағыдай жасап көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан ақ мінсіз болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай мінекей барлығын домалақ қылып зуала жасап аламыз. Сосын шетінен жаятын боламыз. Мінекей барлығын осылай жайып шығамыз. Жұқа етіп жаятын боламыз. Мінекей барлығын осылай жайып, арасына сары майымызды жағып, бір-бірінің бетіне қоятын боламыз. Осылай өте дәмді қатпарша болып шығады. Мінекей дайын болған қамырымызды арасына май жағатын боламыз. Сары майымызды үйдің температурасында тұрған майды жағу қажет. Сонда әдемі болып жағылады. Мінекей жағып болған соң үстіне тағы біреуін қойып, және тағы жағамыз. Майымызды әдемілеп барлық жеріне тигенше жағамыз. Мінекей үшіншісін қоямыз. Барлығын жағып біттім мен, енді үстінен ұн сеуіп, қайтадан қамырымызды жаятын боламыз. Әдемі булочка болып шығады, слоеный болып. Сіздер де менің видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Біздің үйдегілерге қатты ұнайды осы булочка. Әрдайым жасап беретін боламын. Балаларым өте жақсы көреді. Бір жасағаннан ақ мінсіз болып шығады. Бір жасап берсеңіздер, қайта сұрайтын болады осы булочканы тағы да жасап бер деп. Сол үшін жасап істеп берсеңіздер болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осы видеоға қарап жасап берсеңіздер болады. Осылай ішіне елерін салып, осылай орап шығамыз. Мінекей тапамызға салып, бетіне жаңағыдай алып қалған сары немізді алып,
жұмыртқаның сарысын бетіне жақсылап